Баяғы өткен заманда Керейт деген ауылда кемпір мен шал өмір сүріпті. Олардың қартайған шағында тапқан Шолпан есімді жалғыз қызы болыпты. Шолпанның әкесі отбасын асырау үшін күнделікті бақшалық жердің басына барып, орағы қолынан түспейтін екен. Ал анасы үй шаруасымен айналысып, сиыр сау, құрт жасап май жасайды екен. Шолпанның бір мезгіл үй жұмысын істеп, бір мезгіл анасын жасаған құрт өнімдерін базарға апарып сатады екен. Осылайша анасы мен әкесіне қолғанат болып жүр. Осылай жүргенде бір күні ұйқыға кетер алдында Шолпанға тосын ой келіп, оны дереу қағазға жазып, анасының жастығының астына салып қояды. Азанда анасы төсегін жинап жатқан кезінде бір қағаз тауып алады. Онда жазылғаны мынау екен. Анасын Шолпанға күнделікті берешек ақша. Үйді сыпырған үшін 50 теңге, үйді жинаған үшін 30 теңге, тіл алғыш қыз болған үшін 50 теңге, барлығы 180 теңге. Кешке Шолпан базардан келсе, анасы сұраған ақшаны дайындап қойыпты. Алайда анасы ақшаның жанына бір жапырақ қағазды да қалдырыпты. Шолпанның анасына беретін қарызы осы үйде 10 жыл бақытты өмірі үшін ештеңе, 10 жыл ішінде ішіп жеген үшін ештеңе, барлығы ештеңе. Қағазды оқығаннан кейін ұялғаннан қызарып кетіп, Шолпан сыртта жүрген анасына барып, кешірім сұрап, ақшасын қайтарып беріпті. Тәлімге ұлды шақырар, қызға да дейді қарағым, тілеуін тілеп отырар, әрдайым үйде баланың. Дейді олар ақыл санада, жүгіндеп бойды билетіп, отырар әр кез балаға адалдық жолын үйретіп. Дейме олар сонда құттырар, бақыт боп сонда келмек күн, сондықтан айтып ұқтырар, не екенін адал еңбектің. Өлшеусіз ісі олардың, жай ғана жандар әр ұлы, бойында әр бір адамның ата-анасының тәлімі.